Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен пари престің рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ, шаймен бірге жақсы ішіледі. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді, шым-шым тұзымызды және де қантымызды, сары майымызды салып, газға қоямыз. Видеода қант салған жерім түспей қалыпты. Осылай сүтіміз қайнай бастағанда ұнымызды салып 2 минуттай араластырамыз. Ұнымызды салғаннан кейін үнемі осылай үздіксіз араластырып тұру қажет. Менің үздіксіз араластырып тұрғаныма 2,5 минуттай болды. Осылай түбі қата бастағанда газымыздан алып суытуға қалдырамыз. Сосын барып жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып қамырымызды дайындаймыз. Қамырымыз суығанша мен заварной крем дайындаймын. Ең алдымен ыдысымызға сүтіміздің көп бөлігін құйып, газымызға қайнатуға қалдырамыз. Ал қалған бөлігін бір ыдысқа құйып, үстіне жұмыртқамызды, қантымызды, ұнымызды салып, бір келкі маса болғанша араластырамыз. Сіздер өз қалауларыңызша крем чизна сливкалық немесе басқа да крем түрлерін қолдансаңыздар да болады, ол өз қалауларыңызда. Массамызды араластырып болғаннан кейін қайнап тұрған сүтімізге құйып, сүтіміз қоюланғанша араластырып тұрамыз. Сүтімізді міндетті түрде араластырып тұру қажет, әйтпесе сүтіміз түйіршіктеніп, креміміз дұрыс шықпай қалады. Сүтімізді орташа отта ұстаймыз, қатты отта тұрмау қажет, әйтпесе асты күйіп кетеді. Креміміз осылай қоюланғаннан кейін газден алып, сары майымызды салып, тағы да бір келкі маса болғанша араластырамыз. Креміміз дайын болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен немесе салафанмен жауып суытуға қалдырамыз. Пищевой пленкамыз кремге тиіп тұруы қажет, әйтпесе арасында бос орын қалса ылғалданып, креміміз сұйықталып қалады. Енді қамырымызды дайындаймыз. Қамырымыз міндетті түрде суып тұруы қажет. Жұмыртқаларымызды бір-бірден сала отырып, қамырымызды жақсылап араластырамыз. Кейбіреулеріңізге 4 жұмыртқа, кейбіреулеріңізге 5 жұмыртқа кетуі мүмкін. Ол барлығы жұмыртқаның көлеміне байланысты. Сондықтан мен сіздерге мынанша жұмыртқа қосу қажет деп айта алмаймын. Қамырдың қоюлығына байланысты қосасыздар. Міндетті түрде жұмыртқаларымызды бір-бірден сала отырып, қамырымызды араластыруымыз қажет. Барлығын бірден салып тастауға болмайды. Қамырымыздың қоюлығы осындай болуы қажет. Насаткамызды кондитерский мешогымызға салып, қамырымызды табамызға құйып шығамыз. Насатканың көлемі үлкен, 336 размер болған жөн. Қамырымызды қалың әрі қою етіп құю қажет. Ал жұқа қылып қойсаңыздар жіңішке болып қалады. Қамырларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут, сосын 160 градусқа түсіріп 20 минут пісіріп аламыз. Пісу барысында есігін мүлде ашпаймыз. Пари престеріміз піскен кезде осылай оңай алынуы қажет.
Бұларды суытып қоямыз. Суытқаннан кейін ортасынан пышақпен кесіп, кремдерімізді құйып шығамыз. Және де өз қалауларыңызша жеміс-жидектермен безендірсеңіздер де болады. Мен Пари-пресс дайын, менде 20 штук шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.